Bizge bunun bola apaylar diyorsa apaylarning bir sərgisi alayıq. Salamatsızlar mı? Барлығымыз асхаттарын түсіріп алып тұрсыңыз, көмектесуге болады, жинауға көмектесіп жіберетін болып, сосын сәттілік тілейді. Қуатты оқушылар, маған математикалық элементтерді жинауға көмектесіңдер. Барлықтарыңа жақсы тілектерімді айтамын. Сәттілік, зейін және шығармашылық тілеймін. Яғни, әрқайсының бір жақсы тілек тілей отырып, мына заттарды жинауға көмектесейік. Ал келе ғой, рахмат. Бір жақсы тілек айтамыз. Жылдам естейміз. Sabahınızı жақсы оқы. Ане қатарына. Жақсы, келесі, келе ғой. Бірінде тез келе білеміз, тез. Мейірімді бол. Келе. Жылдам. Апай демек келе. Ақылды бол. Жақсы келе ғой. Білімді бол. Мейірімді бол. Сыздар. Денсаулығың жақсы болсын. Тәртіпті бол. Парасатты бол. Сәттілік. Жақсы, мен өте жақсы аяқтады. Барлықтарына бүгінгі сабақта не деймін? Сәттілік деймін. Осы аптаның дәйек сөзін еске түсіп кетші. Тәртіп, тәрбие бастау. Сондықтан бүгінгі сабақта ережені бұзбай, тәртіпті болу өткізуге барлығы сабақта. Тәртіп бар жерде не бар? Талап бар, білім бар. Жақсы. Қымбатты оқушылар. Ал келесі үй тапсырмасын ашайық. Үй тапсырмасы үйге мен тапсырма берілді. Әркім өзін тексереді. Сен тақтағы үй тапсырмасын есін шығарып қоямын. Жауаптан кімдікі дұрыс айтасыңдар. Апай менікі дұрыс, менікі дұрыс. Барлығын бағалаймыз. Мына жерде не тұр? Бағалау критериясы тұр. Қараймыз тақтағыдағы қалай дейді. Барлығы дұрыс па? Бөліндінің мәніне бөлсе, онда не шығады? Бөлгіштің бөліндінің мәнін Бөлсе не шығады? Не шығады? Тыңдайын, егер бөлгіштің мәніне бөлсек, не шығады? бөлінгіш Шығады. Жақсы. 8-ші. Сонда бала бізде қандай теңдеу шықты? Ойбай, қандай не шықты? Сөз шықты. Құрылымы күрделі. Көбейту мен бөлуге берілген қарапайым теңдеулерді, құрылымы күрделі теңдеулерді шешу. Олай болса, мен мұғалімнің әдісі бойынша бүгінгі тақырыпты бізге Бүгінгі тақырыпты түсіндіріп беретін мен Төлеубай Алдияр. Бірінші теңдеу жай теңдеу. Онда біздің мақсатымыз икстің санын табу. Екіншісі күрделі теңдеу. Күрделі теңдеуде біріншісі жақсарғышының орнына баламыз. Тақтаға түсіндіре отырып, шығара отырып түсіндірейік. Біз бірінші жақсарғышының орнына аламыз. Бізде жақсарғышы 5 пен 6-ны көбейтесін 30 шығады. Бізде икс қалады. Иксті жаңа жазғымыз көбейтуде. Бізде жай теңдеу шықты. Бізге жай теңдеу оңай болады. Икстің орнын табу үшін біз көбейтудің мәніне көбейткішті бөлеміз.
Bizde bu жақта 7 шығады. Ал біз тексеріп көрейік. 7 көбейту жақса 5 көбейту 6 тең 210. 30 шығады, 30-ды 7-ге көбейтсек 210. Есебіміз дұрыс. Есебіміздің мәні дұрыс па? Дұрыс. Онда математикалық тілде қалай айтаймыз? Бірінші жақшанышын орындап алу дедік. Ал математикалық тілде бұны ықшамдап алу деп айтады екенбіз. Енді мына жерде қарайық балалар. Ең бірінші ненің өзін жазып аламыз? X-тің өзін жазып, белгісіз санның өзін жазып аламыз. Содан кейін барып нені орындаймыз? Жақшанышын. Мына жерде орны не істеп кетті? Ауысып кетті, бірақ мәні дұрыс. Жақсы, тамаша, олай болатын болса ережені бір рет тыңдап көрейік балалар. Қайталап. Ондай теңдеулерді шешу үшін қосымша есептеулер орындап алдымен оларды ықшамдаған қажет. Яғни не істейді екенбіз мұндай теңдеулерді шешу үшін? Ықшамдап алады екен, есептеу. Бірінші жақшанышын орындаймыз. 25-ті 5-ке бөлгенде бізде 5 шығады. Мәні 350 шығу керек. Бірінші бұны жай теңдеуге айналдырамыз. Енді жайлау X-тің мәнін не істейміз? Енді X-тің мәнін табамыз. Ол үшін 350-ді 5-ке бөлеміз. Сонда 5 жердегі неше 35? 70 болады сонда. Тамаша. 5-ке 70-ті көбейтсек. Жоқ, X қаншаға тең болды? Сен 5 деп жатасың. X 70-ке де. 70 бірінші онда нені жазамыз? 70-ті. 70-ті жазамыз. 70-ке 5-ті көбейтеміз. Мәні 350 болады. Ортада қалып кетті ғой, 25 бөлу 5 дегеніміз. X-ке 5. Сен мынау үстелдегі теңдеу. Жақсы, бұлайда дұрыс не ғой, сен жай теңдеумен, бірақ үстелдегі теңдеуді тексергенде ең үстелдегі теңдеуді не істеу керек? Бесінші тапсырма балалар жұптық жұмыс бұл. Жұптық жұмыста алдарында кітапта тұр. Қазір мен сендерге алдарында таратып беремін. Жұппен жұмыс жасаймыз. Қайталау керек әлі заман. Бесінші тапсырма балалар жұптық жұмыс бұл. Жұптық жұмыста алдарында кітапта тұр. Қазір мен сендерге алдарында таратып беремін. Жұппен жұмыс жасаймыз. Бірінші топтан, бірінші партаға, екінші топтан, екінші партаға тақсым қалды. Біреу қалды, біреу екілер басып қойдыңдар ғой. Екінші топ болдыңдар ма? Жақсы, екінші топ болса қалады. Ал бірінші топ. Мен мына жерді ашып қояйын онда, бірінші топтан. Тура осындай ма, өзі қазір қойып. Айта беріңдер сен, апайлар қарап отыр. Бізде бірінші периметрінің формуласы А қосу В қосу А қосу В периметрі 4 см қосу 3 см қосу 4 см қосу 3 см барлығы 14 см болды. Көрсетіңдер бұлай сызған нелеріңді. Келесі топ. Біздің формуламыз А көбейту В. Аударында 4 көбейту 3 тең болады 12. С тең 12. Бірақ балалар, А көбейту, В көбейту деп қалай айтамыз? Мысалы, ауданның несін айтесіз? С тең. Мынау не А деп отырғанымыз? Не ау? Ұзындық пен енінің көбейтіндісі. Неге? Ал енді периметрді қалай? Ұзындысы мен енінің қосындысы
не істейміз екіге, береміз же болмаса төртке қосап да егеміз. Яғни онда не дейді? Сызба бойынша өрнек құрастырасыздар, амалдардың орындалу ретін көрсетіп, мәнін табасыңдар. Ал орындайды. Осыған орындасаңдар да болады. Біреуіңіз дейді. Осыған орындайық. Бірге жүрмек. Жүкпен жүрмек. Өрнек құрамыз балалар, өрнек. Астына өрнек құрасыз. Кестесі өрнек құрасыз. Сендерге сызбамен берілді, несі өрнек құрасыз. Ағай, біз болдық. Өрнек құрасыз. Жоқ, өрнек құрастырамыз. Өрнек. Астына жазып өрнек құрастырамыз. Астына жазып өрнек құрастырамыз. Өрнек құрастырамыз. Өрнек құрастырамыз. Өрнек құрастырамыз. Жоқ, ояққа жазбай қойыңдар. Бірден өрнек құрастыра беріңдер.